Жол қозғалыс ережелерінің тесттерін қазақша талдауын жасайтын боламыз. Мысалға, жол жүрісі дегеніміз не? Жол жүрісі дегеніміз жолдар шегінде адамдар мен жүктерді көлік құралдары арқылы немесе оларсыз тасымалдау процесінде туындайтын қоғамдық қатынастар жиынтығы. Келесі сұрақ: көлемі үлкен заттарды көтеріп немесе алып келе жатқан жаяу жүргіншілер, сондай-ақ қозғалтқышы жоқ мүгедектер арбасымен келе жатқан адамдар, егер олар тротуар немесе жолды жағалай жүргенде басқа жаяу жүргіншілер үшін кедергі келтіретін болса, жолдың жүру бөлігін сыртқы шетімен жүре алады. Ал сіздің көлігіңізді рульдік басқару жарамсыз болып табылады егер ең төменгі жылдамдықпен жүрген кезде маневрді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін рульдік басқару жұмыс істемейтін болса. Маневр ең төменгі жылдамдықпен жүрген маневр жасайды. Маневр дегеніміз тізерлестері бұрылу, артқа кері бұрылу. Осылайша біз тесттерді талдайтын боламыз. Біз мына тесттерді өзіміз жасадық. Егер сіздерге түсініксіз сұрақтар болса, комментарий жазып сұрасаңыздар болады. Міне келесі сұрағымыз: жол полициясының жұмысшысының талабымен жүргізуші аталған жерде тоқтауға міндетті ме? Мына жерде тоқтай ала ма жүргізуші? Егер жол полициясы тоқтатса, мына жерде тоқтауға да тұруға да болмайды деген белгі тұр. Соның өзінде ол тоқтауға тиіс. Себебі жол қозғалыс ережелеріне сәйкес жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер, тіпті олар бағдаршам сигналына, жол белгілері немесе таңбаларының талаптарына қайшы келсе де, реттеушінің сигнал талаптары мен бұйрығын орындайды. Түсіндіңіздер ғой? Мына мысал келесі сұрақ: автобус жүргізушісі қиылысты кесіп өтеді. Қандай реттеуішпен автобус жүргізушісі мына қиылысты кесіп өтуге тиіс? Егер де мына белгілерге қарасақ, мына автокөлік тұруға қажет. Мына жерде жол бер деген белгі тұр. Мына жерде негізгі жол деген белгі тұр. Енді жарқылдауық маягі қосылған автокөлікке жол беріп екінші жол өтеді. Неге олай? Себебі жарқылдауық автокөліктер олар экстраны асығып жүреді. Сол себепті жарқылдауық маягын қолданады. Сол кезде сіз өткізуге тиіссіз. Автобус жүреді тура, одан кейін барып қызыл автокөлік солға бұрылады. Мына жерде түсіндірме жазылып тұр толығымен. Соны оқып алсаңыздар болады. Келесі сұрағымыз: мына тұрған автокөлік жүргізушісі созылған қолы нені хабарлап тұр? Жүруді бастау туралы айтып тұр. Мына жерде жолдың шетінде тұрған автокөлік жүрер алдында осылайша белгі беруі тиіс. Міне осылайша біз қазақша тестті талдайтын боламыз. Жазылыңыздар, лүпілді басыңыздар, қолдай жүріңіздер. Сұрақтарыңызды комментарий жазып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.